Қазақ еліне +1 ауыздан авария болып, артынан кешіріммен құтылған депутат. Алдымен арнаға жазыл, лайк бас, мал монологын бастайды. National Geographic'тің бағдарламасына әбден тойып алған Самат Нұртаза дегеннің әңгіме сыйқын қара. Депутаттарды зебраға, ал журналистерді оңтайлы сәтін күтіп, атылатын қолтырауынға теңепті. Әй, бірақ мына қазандай басын қандай қолтырауының болмасын аузына сыймайды-ау. Тыныш жатқан бүркіттің артын шұқып үркіттінің кері келді. Тілшілердің сынынан сасқан Самат сөзінен секіріп, постын өшіріп үрпие қалды. Қалжың еді ғой деп, аузына тосқан микрофонға мінгіріледі. Жалпы адамзаттың өмірінде хайуанатпен, табиғатпен байланыстар өте көп. Соны салыстырмалы түрде философияда жазған. Бірақ енді оны түсінбесеңіздер, енді басқа қайталанбайды. Айғағым жоқ, мен неге, Бар, кет. Ой, мен сігіп кетейін болды. Қолтырауын деген сөзді енді зоопаркте де дауыстап айтпайтын шығарсың. Мәжілістегі үлкен бұратың әй бір ысқыртатын сияқты. Сіздерді қолтырауынға теңеп жүр ме? Неліктен? Ол өзі де кешегі сіздердің әріптес қой. Ескерту жасалады. Тілшілердің бұрынғы әріптесі болса, қолтырауын деп қоқыраюын бұның. Депутат болдым мінекей дейтін дандайсудың деңгейіне өтуден саумысың? Что это за такое? Ты что на голову залез мне? Қалжыңбас депутаттың енді тілі қашан қышыр екен. Өзге зебраластарына, әріптестеріне сабақ болсын. Журналистің досына айналмасаң да қасы болма. Арнаға жазыл, пікір қалдыр. Малдың айтары алда.